Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен брауни пирожныйын дайындауды үйренеміз. Менің каналыма жазылып лайк, комментарий қалдыруларыңызға болады. Брауни пирожныйын дайындауға бізге ұн, какао ұнтағы, сүт, жұмыртқа, қант, өсімдік майы, ванилин, разрыхлитель қажет болады. Видеода көрсетілгендей барлық құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп аламыз. Електен өткізгеннен кейін барлығын дұрыстап араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Басқа ыдысқа сұйық ингредиенттерімізді видеода көрсетілгендей араластырып, біркелкі масса етіп дайындаймыз. Алдын ала дайындап алған құрғақ қоспамызға сұйық қоспамызды қосып, дұрыстап араластырып, бір келкі масса дайындаймыз. Дайын болған массамызды формаға құйып, қызып тұрған пешке 180-200 градусқа 35-40 минуттай уақытқа қойып пісіріп аламыз. Брауни пирожныйымызды глазурмен пропитка жасаймыз. Бізге какао ұнтағы, қант, сүт және сары май қажет болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай какао, қант, сүтті ыдысқа құйып, дұрыстап араластырып, отқа қоямыз. Ең бірінші көпіршіктер пайда болған кезде сары майымызды қосып, дұрыстап араластырамыз. Біздің коржымыз пісіп дайын болды. Оны зубочисткамен тексереміз. Дайын болған коржымызды осындай пішінді пирожныйдың қалпына келтіріп, бетіне дайындап алған шоколадты глазурымызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, брауни пирожныйымыз дайын болды. Глазурдың корждарымызға дұрыстап сіңуі үшін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюға болады. Менің рецебім бойынша брауни пирожныйын дайындап көрулеріңізге болады. Барлықтарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелулеріңізді сұраймын.